15 жасар келіншектің құрсағында 12 айлық бала бар, бірақ дәрігерлер сенбейді. Әзір қимылдайды. Мен ауқат ішеді, уже 3 ай болды ғой. Босанатын күнінен өтіп кеткеніме. Ішімді кәдімгідей тырмалайтын сияқты. Баланың жасы да, айы да 12 ай. 2 ай. Демек 3 ай бұрын сіз босану керек едіңіз. Иә, толғаттым ғой, бардым ғой. Ешқайсысы мойындады. УЗИ көрсетпейді болды дейме? УЗИсіз қабылдамайды. Мен айттым, ата бабамыз УЗИсіз туған ғой. Сіз айтқан шығарсыз, УЗИ көрсетпесе, мынаның ішіндегі бала болмаса, сонда не нәрсе деп? Соны айтты олар, алтын бал жұтып алған шығарсыз. Сіз өзіңіз тестін береміз жасап көрдіңіз ба? Бердім, одан біреуін екі сызық көрсетті де, біреуін бір сызық көрсетті. Сіз негізі ренжімеңіз бардыңыз ба психологқа? Қуып атсыз ғой, бір ертегі айтып атсыз. Психологтың өзі солай айтты ма? Врачтар. Бақылап жатырсыздар ғой, бар ма, жоқ па? Я бақылап жатырмын. Құрсағымда 12 айлық бала бар. Шымкент қаласының тұрғыны Ұлдана Есенова дәл осындай